Тәтелер үйге Филиппинка не алған? Біздің үй ұнап жатыр ма? Өзіңді қалай сезініп жатырсың? No, do you like our house? How are you feeling? It's good and nice and beautiful house. It's very big. Үйлеріңіз үлкен дейді. Маған қатты ұнап. Бұрын екі бөлмелі үйде тұрған екен, өзім жататын орным болған жоқ дейді. Мына жаққа келіп өзімнің бөлмем болғанына қатты қуанып жатырмын дейді. Одан басқа саған жақсы болды, мынау ше переводчицамен осылай сөйлесеміз, бір шетінен ағылшынша үйренуіміз жақсы болды. Әсіресе мына немерелерімізге жақсы. Ертең Құдай бұйырса жеке арнайы адам жалдап әуре болмайсың. Уже өзінің тілмен бірге ағылшын тілінде біліп шығады. Жастарға, келіндеріміз де, балаларымызға да жаңағы сөйлеу ұмытып қалмайсыңдар да, заты күнделікті жаттығу. Егер бізге ұнап жататын болса, онда басқа келіндерге де осындай Филиппинкада біреуді алып келетін боламын бұйыртса. Қандай күшті, бізге ұнап жатыр. Өте таза екен, жұмыстардың барлығы ұнады. Мен келгенде байқадым, сен өте таза жасапсың жұмыстарыңды, маған ұнады, өзің де ұнап жатсың, ылғи күлімдеп тұрады екенсің. Әсіресе маған қатты ұнайтыны, шылқынбай, көгермей осылай күлімдеп тұрса, маған қатты ұнайсың бізде. Осы қалпында қал. When I arrived, I noticed that you are very clean. I like your work. You like yourself. You always smile. Especially if I like it so much that you smile like this without jerking or bruising, then stay this way. Thank you so much, Mom. Love me. Біздің үйде Joy танысып қойыңыздар. Бізде Айдайдың сабағы қиындап кетті. Сол үшін де біз балаға қарау үшін және үйге тазалық ұстау үшін жаңағы осы Joy'ды өзімізге көмекші етіп алды. Таныс болыңыздар біздің Joy'мен. Сәлем. Енді бұл менің қызым. Мейлі қаншыншы қызым болса, үйден бөле боласың, менің қызым. Өзі жас қой, қаншада жасы? 29. Мен 18-ге деп тұрмын онда. Бәріміз қызым. She think you old 18. Oh, I'm 28 years old. Окей.